Сәлеметсіздер ме, құрметті аудандық балалар кітапханасының оқырмандары. Балалар, сіздер білесіздер, көкөністер, жемістерден әртүрлі пішіндер, мүсіндер жасауға болатынын білесіздер, иә? Соның ішінен бүгін мен сіздерге мынадай алмадан мынадай үкіні қалай жасау керектігін көрсетемін. Яғни бізге керек заттар: алма, сәбіз және тіс тазалағыш және қара мейіздер керек. Және де балалар, өткір затты қолданған кезде байқап абай болыңыздар, иә? Оның бірі пышақ. Жақсы, сонымен жұмысымызды бастайық. Біз бірінші үкінің денесін жасаймыз. Үкінің денесін екеңіз. Бұл үкінің қанаты. Мінекей үкінің денесін жасадық. Енді басын жасаймыз. Пышақты қолданғанда балалар, байқап абай болыңыздар. Жақсы, міне үкінің басын жасауға кірісіп жатырмын. Енді көзін жасаймын. Көзін, жаңа айтқандай, қара мейіздермен жасаймын. Енді несі қалды бізге? Тұмсығы. Тұмсығын сәбізден жасаймын. Сонымен міне үкіміздің басы дайын болды. Енді үкінің
құлағын жасаймын. Құлағын жасау үшін бас жағынан ойып аламын. Мінекей, құлағын да жасадық. Сонымен үкіміздің басы дайын болды. Енді мінекей, сонымен үкіміз дайын. Қараңыздаршы, балалар. Сондай қатты қиындығы да жоқ. Керемет, е? Жемістерден де әртүрлі мүсін пішінде жасауға болады. Көкөністерден де. Және де тек қана үкіні емес, бұдан басқа тағы да басқа мүсіндер жасауға болады. Мысалы, мынандай құс. Балалар, қараңыздаршы, бұл қандай құс? Яғни, балалар, бұл аққу құсының мүсіні. Міне, қараңыздар. Яғни, жемістерден әртүрлі мүсін жасауға болатынын білесіздер. Осымен жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.